Қайырлы күн, менің алтын көрермендерім. Егер сіздер түскі асқа немесе кешкі асқа не пісірем деп отырсаңыздар, осындай спагетти пісіруді ұсынамын. Майды қыздырып алып, оған жуаменен осындай етті салып, сәл қуырып аламыз. Достар, егер каналға тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, достарыңызбен бөлісіп отырыңыздар. Ет қуырылғанша үйде бар кез келген көкөністі, сәбіз болсын, осындай бұрыш болсын, қосуларыңызға болады. Менде бұрыш болғандықтан осылай турап алдым. Бұрышты ас мәзіріне жиі қолданған дұрыс. Темекіге құмар адамдар бұрышты ас мәзірінде жиірек қолданғандары абзал. Ол қатерлі ісіктің алдын алуға көмектеседі және өкпеге пайдасы зор. Көкөністердің ішінен бұрыш С дәруменіне ең бай көкөніс болып табылады. Бұрышта сондай-ақ А дәрумені бар. Достар, етті қатты қуырмай, сәл суы тартылған кезде бұрышты саламыз. Одан кейін 2 дана картошка салдым. Бұрыштың 200 грамы ересек адамның С дәруменіне деген күндізгі қажеттілігін қамтамасыз етеді. Енді 1 кружка су құйып, картоп піскенше қайнатамыз. Енді бөлек тұсқа су құйып, қайнағаннан кейін тұз салып, одан кейін спагеттиімізді саламыз. Мен спагеттиді ортасынан бөліп салдым. Спагетти бір-біріне жабысып қалмау үшін жақсылап араластырамыз. Спагеттиді 10 минут қайнатып алдым. Достар, томат қосуды да ұмытпаңыздар. Кешкі асымыз дайын болды. Енді спагеттиді сүзіп аламыз. Бір қолмен түсіру кішкене ыңғайсыздау болып жатыр. Осындай кешкі ас дайын болды. Енді спагеттидің үстіне сорпасын құямыз. Сонымен кешкі ас дайын.
Баршаңызға ас болсын. Каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Ұнаса лайк басып, комментарий жазыңыздар. Достарыңызбен бөлісіп отырыңыздар. Сіздермен болған Гүлнар Сапарқызы. Келесі видеоға дейін қош сау болыңыздар.